Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жеңешемнің диплом алатын күні 13 июль. Енді қазір боянайын деп отырмын. Боянып болған соң ағамен бірге гүл таңдауға кетеміз. Бірінші себеп жағым, бірінші курста мен прям қатты боянғаным есімде. Тұрып алып таңертең еперде тұрып алып боянатын едім. Шығып алып автобусқа мініп анаққа жетем дегенше терлеп соларға жететін едім. Бір жаманы ол кездерде мен қатты боянғандықтан маңдайыма қатты прыщиктер шығып кетті. Прям андай мелкий прыщиктер толып кетті. Тон жағайын деп жатыр. Менде CC-ні жақында алған болатынмын. CC-ді қолданып көрейін деп, оның алдында менде тональный крем болды. Фитмидің 0.10 оттенкте прям идеально маған келісетін еді. Бірақ ол бітіп қалды, сондықтан осындай CC-ді заказ бердім. Сөйтіп, бірінші курста негізі оның алдында менде TikTok түсіріп жүрген болатынмын. TikTok түсіріп жүріп, жаман активист болдым универде. Бірінші курсқа қалай түстім, сол түскеннен бастап менде Инстаграмға деген қызығушылық, TikTokқа деген қызығушылық мүлде исчез пропал. Сөйтіп қойып кеттім деп үрдісті екен. Но енді түсірмеген тамайды, ойбай бетім аппақ болып кетті. Бүйтіп видео түсіру, елдің көзінде жүру, ол маған приятно. Менің жан дүнием қалап тұрған нәрсе осы да. Сондықтан жаймен түсіріп бастап жаттым, қайттан осындай қалай айтсам болады. Қоғамдық ортаға араласып кішкене келе жатырмын. Оның алды жаман жауып қалған болатынмын бірінші курсқа түскен кезде. Негізінде мен өте жабық қызбын. Сол жағы кішкене нашарлау. Қазір негізі асығып отырмын. Бірақтан сіздерге әңгіме тез боянайын, сосын боянып болған соң сіздерге ораламын. Так, енді не киетінімді көрсетейін. Үстіме осындай ақ маечканы киемін, жаңа киіп алған болатынмын. Сосын астына белый клеш брюки. Не, белі кішкене үлкендеу, нормально көрінбейді. Сосын сыртынан осындай көк пиджакты киемін. Осылай тұрады, и аяғыма осындай ақ киім киемін. Бұл негізі екі жағы прям натирают сильно, аяғың жаман, қажап тастайды ғой екі жағы. Но все-таки красота требует жертв. Осыны киемін астына. Енді қазір шашымды бере алам. Тез 5 минутта менде шашым дейтін тез бере алып алам. Потом аға келген күтем. Менің шашым дейтін жұқа болғандықтан тез фенмен кептіруге болады. И бере алғанға да нормально тұрады, потому что шашым өліп қалған уже. Бояп. Осындай болып шықты, буквально за 5-10 минуттың аралығында осындай укладка жасап алдым, бере аламын. Қайсыңыз? Кеттік цветочный магазин, как понятно, еще выбрали. В итоге заказала цветочныйдан заказ бердім. Соны қазір алып кетеміз. Жан жақты шарлайын деп жан кетіп, жаман ентігіп қалдым ба. Шықтым. Аяқ киімді жаңа ауыстырып кететін, үлгеретін шығармын деп омен үлгермедім. Аға да алып шығады шығар десем, омен алып шығады. Аяқ киімді ауыстырып шығып басына қарай. Образым тілерін осындай. Кетті ма? Қайсың алып сөйтсе? Вау, сөйтсе. Осындай гүл алдық, осындай гүл. Бәрім аппақ па не? Менде аппақ болып жүрмін ғой. Короче, неге атырық.
See the crystal raindrops fall and the beauty of it all. There's when the sun comes shining through. Take those rainbows in my mind when I think of you sometime. I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We've gotta go for all we know. Just the two of us. 지금은 포토세이저들 Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky.